Тұмар. Тұмарды қастерлеп тағу ертеден қалыптасып, қазақ ішінде мол жайылған көне ғұрып. Десе де, оны кез келген адам өз қалауынша бей-берекет тақпаған. Тұмар пайдаланудың белгілі себебі, әрі аттап өтуге болмайтын міндеттер болған. Тұмарды кімдер таққан десек, баласы тұрмай жүріп әрең бір перзенті тоқтағанда, сол жалғыз тіл көзден, пәле-қазадан аман болса екен деген тілекпен балаға тұмар таққан. Сонымен бірге ел алдында көзге көп түсетін ақын жырауларға, сал-серілерге, жауырыны жерге тимеген палуандарға, үлбіреген аппақ сұлу қыздарға тұмар арнаған екен. Сол секілді талма, елірме дерті бар жандар, үрейленгіш, көлеңкесінен шошитын адамдар да тұмар таққан. Тұмарды адамға ғана емес, малға да, бәйгенің алдын бермейтін жүйрік аттарға, үстінен су төгілмес ерен жорғаларға, жаңа туған ботаға, түр-түсі ерекше құлынға тұмар таққан. Тұмарды кімге, қалай арнау керектігін жақсы білетін ишан ахундар, оқуы жетілген қожа молдалар, қара үзген көріпкелі емшілер Құран аятынан алып дұға салып береді. Қасиетті аят жазылып, дұға салынған қағазды үш бұрыштап бүктеп, сыртын жұмсақ былғарымен қаптап тігеді де мойынға салады. Кішкене балалардың бас киіміне жағасының астына тігеді де, балаға ескіріп есейе бастағанда мойнына тағады. Көзге батырайтып көрінбейтін киімнің астында денеге тиіп тұрғандықтан тұмардың мұндай түрін бой тұмар деп атайды. Ауызекі сөйлеу тілімізде қимас адамын жанындай жақсы көріп сенетін жақынын ол менің бойтұмарымдай ғой деп, өте қымбат көретін естелік бұйымын бойтұмарымдай бағалы деп жататыны тұмарды қасиеттеп қадірлегендіктен айтылғаны анық. Тұмардың тәлім-тәрбиеде айтарлықтай әсері болған. Тұмар тағушы бала болсын, үлкен кісі болсын, бойын күтіп пәк жүруі керек. Тұмарды өзге біреуге беруге, тіпті ұстатуға болмайды. Өтірік айту, жаман сөз сөйлеу, біреуге зәбір көрсетіп қиянат жасау, өркөкірек тәкаппарлық, арамтамақ жалқаулық секілді жағымсыз, зиянды әрекеттерден аулақ болуы қажет. Жан дүние рухында, тілінде таза ұстамаса тұмардың яки қасиетті аяттың құдіреті ұрып, айықпас ауруға, кесір-кесепатқа ұрынуы әбден мүмкін дейді. Көкірек саңлауы бітелмеген адамды тұмар жақсылықтарға жақын болуға, қайырымды, игілікті істерді істеуге деген ынтасын арттырады. Сенім күшін күшейтіп, ойында, бойында, мінез-құлқында оң бағытқа өзгертеді. Ол үшін адал ниет, шынайы құлшыныс пен еңбек керек. Өйтпеген жағдайда жеке баста толып жатқан қиындықтар туындайды. Сондықтан дұғалы тұмарға жеңіл-желпі қарауға болмайды. Салмағы тым ауыр дейтін еді тәжірибелі қариялар. Тұмардың бой тұмардан басқа да түрлері бар. Оларды күмістен құйып өрнектеп, айшықтап, асыл тастар орнатып жасаған. Зергерлердің шеберлігіне қарай алуан нақышта бейнеленіп, өте сәнді көрінген. Төрт құбылаң тең болсын деген тілекпен төрт бұрышты етіп те, үш әлемнің жоғарғы, ортаңғы, төменгі әлемнің нышанын меңзеп үш бұрышты түрінде жасаған екен. Көзге бірден көрініп, қараған адамның назарын аударатын мұндай әшекей тұмарларды жасырмай жарқыратып мойынға салады. Бұларды әдетте қыздар көп таққан. Күміс тұмарлар астыңғы жағынан ашылып жабылатын, ішіне дұғалық салуға ыңғайлысы да, бірден бітеу жасалатын нұсқасы да болған екен. Қазіргі кезде бетіне дұға жазылған дөңгелек алқа тұмарларды тағып жүргендерді, көліктің алдыңғы әйнегіне іштен іліп қойғандарды жиі кездестіруге болады. Әрине, адам қашанда өзіне тек жақсылық тілейді. Алқа тұмарларды кездейсоқ кезігетін сәтсіздіктерден сақтасын, жүзім жарқын болсын деген шынайы пейіл, ақ жүректен таққан болар. Лайым ниеттері қабыл болсын дегенмен ешкімнің көңіліне келмесін. Осы современный алқа тұмарларға мен күмәнмен қараймын. Неге десеңіз, кез келген дүңгіршек дүкендерде, жолдың шетіндегі жайма базарларда шәрке шұлық сатып алғандай оп-оңай сатып аласыз. Нағыз тұмар жеке адамға арналып, соған ғана бағышталып, дұға оқылып жазылушы еді. Ал мыналар жалпы қауымға, кім болсаң ол бол, сату үшін, пайда үшін жасалған дүниелер ғой. Әйтеуір арабша дұға жазылса болды, қасиетті деп сенуім керек пе? Жерде жатқан бір жапырақ қағазға да сол жазуды көшіруге болады. Сонда ол да лезде киеге, құдіретке ие бола ма? Ешбір қисын жоқ. Құранды сатуға болмайды деп тыйым айтылады.
Алайда сол Құран сөзін жоғарыдағыдай жырымдап сататындар ше? Бұл өзі қандай кереғар ұстаным екеніне менің ақылым жете бермейді. Ал кім не ойлайды, ерік өздерінде.